Сәлем менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге королевский ватрушки пирогын дайындап көрсетемін. Видео ұнаса соңына дейін қарап, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ой пікіріңізді жазып қалдырып кетіңіз. Және қоңырауша белгішесін ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, үстіне салқын тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, теркамыздың көмегімен сары майымызды ұнға малып алып, теркадан өткізіп аламыз. Сіздердің сары майларыңыз міндетті түрде холодильникте, яғни тоңазытқышта болуы қажет. Міне біздің қамырымыз осындай крошка болды. Бізде осындай крошка пайда болу керек. Енді осының үстіне таразыға өлшеп, үстіне шекерімізді салып шығамыз. Қыздар, осындай таразыны сіздер кондитерский магазиннен алсаңыздар болады. Бұл әр қыз баласында болуы шарт, өйткені қазір граммен, таразымен өлшенбесе, сіздің жасап жатқан тәттілерің шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан осы таразыны 1500-2000 теңге көлемінде сатып алсаңыздар болады. Міне шекердің үстіне мен ас содасын салып, енді осыны қолымыздың көмегімен осылай араластырып аламыз. Егер қамырымызға тұз салам десеңіздер, шым-шым тұз салуға болады. Мен өзім тұзды ұнатпайтын болғандықтан мен салмадым. Енді қамырымызды бір шетке қоямыз және салмасын дайындап шығамыз. Осындай таразыға ыдысымызды қойып, 400 грамм сүзбемізді, яғни творогымызды өлшеп аламыз. Үстіне жұмыртқаларымызды саламыз және шекерімізді салып, блендердің көмегімен араластырып шығамыз. Егер сіздерде блендер болмаса, миксердің немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Тіпті венчикте болмаса, вилканың көмегімен араластырып аламыз. Қазақша каналдың дамуына өз үлесімді қосам десеңіз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ой пікіріңізді қалдырып, қоңырауша белгішесін басып кетіңіздер. Қыздар, міне біздің салмамыз дайын. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, тестіміздің жартысынан көп бөлігін астына жібереміз және қалған бөлігін бетіне алып қаламыз. Осылай крошка түрінде төсейміз, жан-жағына бортик шығарып аламыз. Міне осылай болды. Енді осының үстіне салмамызды құйып шығамыз. Егер де салманың үстіне сіздер сәл ғана сметана қосам десеңіздер болады. Енді ол әркімнің өз қалауы бойынша, мен burada сметана қоспадым. Әр үй бикесінің жасалу жолы әртүрлі болғандықтан, сізде өзіңіз қалай жасайсыз, сол туралы комментарий бөліміне бөлісіп кетіңіз, мен міндетті түрде оқимын. Міне осы салманың үстіне жаңа қалған крошкемізді салып шығамыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді осыны қызып тұрған 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздің пирогымыз дайын. Енді суытып аласыздар. Мен шайға жасағандықтан күтуді жөн көрмедім, себебі өзі менің шайым қайнап тұр. Сондықтан мен ыстықтай осылай алып, кесіп шайға ұсындым. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше сіздерді күтемін.